Баршаларыңызға сәлем достар, сіздер мен Жібек, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге тәбет ашарлық, өте жылдам дайындалатын, өте дәмді осындай салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Өте күшті салат, былай айтқанда жасап көріңіздер, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ол салатты жасауымыз үшін бізге 40 қабат қажет. 40 қабатты осылай кесіп алатын боламыз. Бізге 500 грамм 40 қабат керек болады. Қазір 40 қабатты осындай ас үйге арналған таразының көмегімен өлшеп аламыз. Менде қазір 500 граммнан сәл асыңқы болып тұр. Енді осы 40 қабатты қазір кесіп турайтын боламыз. Бұл 40 қабатқа салатта турайтын кезде өте жіңішке етіп турайсыздар. Сол кезде салаттың да реңі келіп, өте әдемі болып көрінетін болады. Видеода мен қалай қазір кесіп жатырмын, дәл солай сіздер де кесіп дайындаңыздар. Сосын кейін менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Менің жаңадан шығатын видеоларымды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Одан кейін менің жаңадан шығатын видеоларымды жібермей қарайтын боласыздар. Енді 40 қабаттардың барлығын кесіп болдық, жұқалап. Енді осыларды алып біздің ыдысымызға салатын боламыз. Осылайша 40 қабаттардың барлығын кесіп болған соң, оның барлығын ыдысымызға саламыз. Енді бізге үлкеннен келген 2 сәбіз керек болады. Осы 2 сәбізді қазір үккіштен өткізетін боламыз. Осындай үккіштің ең ірі тісін қолданасыздар. Басқа келген тістерін қолданбаңыздар, осы ең үлкен тісімен жақсы болып шығады. Қазір осы сәбіздерді алып, үккіштен өткізіп шығамыз 2 сәбізді де. Немесе сіздерде бұндай үккіш болмай жатса, бұның орнына Корей теркасында қолдансаңыздар болады. Кәдімгі сәбіз салат дайындайтын үккішпен жасасаңыздар да болады. Бізде енді қазір сәбіздің барлығын мен үккіштен өткізіліп болдым. Осындай өте көп сәбіз болып шықты. Үккіштен өткізген кезде енді осыны бағанағы 40 қабаттың үстіне қарай салатын боламыз. 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық шекер саламыз. Енді қазір менде мына жерде 9% сірке суы. Осыны 1 шай қасық сірке суынан қосып, жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Қасықпен араластырсаңыздар да болады, немесе қолмен де араластырсаңыздар болады. Бірақ қолмен араластырсаңыздар ыңғайлы болады. Сол кезде арасындағы суының бәрі бөлініп шығады. Енді 10 минутқа қалдырып қоямыз. Енді қазір мына жерде басқа да көкөністерді тураймыз. Мен ең алдымен қазір қызанақты кесіп алатын боламын. Ортасындағы керек емес жерін алып тастаймыз. Енді қызанағымызды дәл ортасынан, қақ ортасынан бөліп, одан кейін оны ары қарай видеода көрсетілгендей қылып, бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Дәл осы қызанақты қатты ірі қылып кесіп жібермеңіздер, немесе майда болып кетпесін. Орташа болса, салат дастарханға қойылған кезде әдемі болып көрінетін болады. Енді қиярды кесеміз. Қиярдың сыртын ашудың қажеті жоқ, тек қана басы мен аяқ жағын ғана алып тастаймыз. Осы бір қиярды 3 бөлікке бөліп, оны да ары қарай қызанақ сияқты қылып, дәл сондай пішінді етіп кесеміз. Қызанақ пен қиярды бағанағы 10 минуттай уақыт тұрған біздің көкөністерімізге қарай қосып, араластырып шығамыз қасықпен. Енді қазір мына жерде тағы да 2 тіс біздің сарымсағымызды кесетін боламыз. Өте майда қылып пышақпен кесеміз. Өте сарымсақ қосатын болсаңыздар, салаттарыңыз одан сайын, былай орысша айтқанда, аппетитный болып шығады. Сол себептен міндетті түрде сарымсақты қосыңыздар. Енді менде қазір мына жерде ыдыста қайнап тұрған ыстық май. Осыны сарымсақтың үстінен құятын боламыз. Сол кезде ол осылай қайнайды. Одан кейін ары қарай араластырамыз.
сол кезде салаттың дәмі одан сайын кіріп керемет болып шығады. Осымен салат дайын. Салатты дастарханға қояр кезде оған сәл ащы бұрыш қосып та араластырып жіберсеңіздер болады. Аджиганы қоссаңыздар да болады. Осыны керемет салат болып шығады. Видеоны көрсеңіздер, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, және лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын.